Барлықтарыңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Сіздермен өте оңай әрі тез дайын болатын балаларға жасап бергенге және де таңғы асқа өте жеңіл оладьи рецептімен бөліскім келіп тұр. Орталары толықтай піседі, осылай көтеріліп әп-әдемі болып шығады. Сіздер де осы рецептпен жасап қараңыздар. Алдағы уақытта сіздердің де сүйікті рецептеріңіздің біріне айналатынына сенімдімін. Ортасына өздеріңіз осылай өз қалаларыңызға қарай түрлі жем-жидектермен, қаймақ немесе шоколад, сгущенкалармен ұсынсаңыздар болады. Ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқамызды саламыз, үстінен өлшеніп алған қантымызды салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырып, қантымыз ерігенге дейін араластырып алатын боламыз. Қантты осылай толықтай ерітіп алғаннан кейін араластырып, үстінен жарты шай қасықта ас содасын немесе разрыхлитель саламыз. Үстінен бір стаканда айран құйып, жақсылап араластырып аламыз. Және де үстінен өлшеніп алған ұнымызды салып, бір келкі маса болғанға дейін венчиктің көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Осылай бір келкі масаға келтіріп алғаннан кейін үстінен 2 ас қасықта сұйық май құйып жібереміз. Ортасы қатты құрғақ болып қалмас үшін ішіне осылай сұйық май құйып жіберемін. Қатты көп құймаңыздар, қатты майлы болып кетуі мүмкін, сондықтан 2 ас қасық жеткілікті болады. Дайын массамызды осылай кондитерский мешокқа салып, қуырып алатын боламыз. Егер сіздерде бұндай мешок жоқ болса, ас қасықтың көмегімен салып пісіріп алсаңыздар да болады. Табамызды қыздырып, үстіне сұйық майымызды құйып, қызған отқа осылай оладьилерді формаға келтіріп құйып шығатын боламыз. Оладьилерді осылай құйып алғаннан кейін орта отта пісіріп алыңыздар. Қатты от қызып кетсе, оладьилер қызарып кетеді, ортасы піспей қалуы мүмкін, сондықтан орта отқа қойыңыздар. Және де қатты төмен болып қалса да майды сіңіріп алуы мүмкін өзіне, сондықтан орта отта осылай 2 беті қызарғанға дейін жақсылап осылай пісіріп алатын боласыздар. Қалған оладьилерді де осылай формаға келтіріп шұқалау етіп құйып шығасыздар. Үстін жауып 1 минут шамасында ұстайсыздар. Және де осылай екінші бетін аударып, қызартып пісіріп аласыздар. Оладьилердің барлығын осылай пісіріп алғаннан кейін ыдысымызға барлығын орналастырып, үстін өздеріңіз қалауларыңызға қарай әрлеп ұсынасыздар. Каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Видео ұнаған болса, өз пікірлеріңізді қалдыруды және де арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.